Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Амангүл. Бүгін біз сіздермен кеспеден лапша жасайтын боламыз. Ол үшін менің YouTube арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең әуелі етімізді суық суға отқа қойып қоямыз. Су міндетті түрде мұздай су болуы қажет. Және де ет қайнап жатқан кезде оның көбігін алуды ұмытпаңыздар. Ет толығымен пісемін дегенше біз кеспенің құрамын дайындаймыз. Ол үшін ұнға жұмыртқа, өсімдік майы және де дәмін келтіру үшін тұз қосып барлығын бірге араластырамыз. Қамырымызды барлығын бірге араластыра отырып, аз-аздан ғана су қосамыз. Су қатты ыстық немесе қатты мұздай болмауы қажет. Қатты ыстық болса, біздің ұнымыз күйіп кетеді. Және де барлығын араластыра отырып, біркелкі масса жасап, ыдыста қалған қалдық қамырлар болса, оларды да біріктіріп, өте жұмсақ, қолға жабыспайтындай етіп кеспеміздің қамырын дайындаймыз және оны аз ғана уақытқа тынықтырып қоямыз. Ол дайын болғанша, кеспенің наны дайын болғанша, біз лапшамызға қосатын сәбізді ұсақтап тураймыз. Картопты осылай төрт бұрышты қылып ірілетіп тураймыз. Міндетті түрде ірі қылып тураңыздар, себебі ұсақ қылсаңыздар ол езіліп кетеді. Және де болгар бұрышын видеода көрсетілгендей төрт бұрышты қылып ұзын-ұзыннан тураймыз бұны да. Және де бұны сәбізбен біріктірсеңіздер болады. Етіміз қайнаған соң оны сүзіп аламыз турау үшін. Және де суымызды ыстық су қосып үстін еселейміз. Міндетті түрде ыстық су қосасыздар. Дәмін келтіру үшін бірнеше лавр жапырағы, тұз, қара бұрыш және де мана дайындап қойған сәбізбен болгар бұрышын қосамыз. Картопты ең соңына таман қосамыз. Және де осылай бульон қосуларыңызға болады. Дәмін келтіру үшін барлығын араластырып, сорпамыздың бетін жауып қоямыз. Оған дейін суыған етімізді ұсақтап тураймыз. Және де оны бірге тағы да қосамыз сорпамызға. Бұлар қайнап етіміз одан әрі пісемін дегенше біз кеспемізді дайындауға кірісеміз. Мен оқтау өте ұзын болмағандықтан, оқтау шағын болғандықтан мен кеспемді 3 бөлікке бөліп алдым. Сіздер бір кеспеден ақ жасауларыңызға болады, бір күлшемен өздеріңіз қарайсыздар. Күлшені өте қалың емес, осындай жұқалықта жаясыздар және де арасына міндетті түрде ұнды қалауларыңызша жағуларыңызға болады. Осылай орап ортасынан кесіп, пайда болған бөліктерді кеспенің ұзын-ұзын қылып кеспенің бөлігінде турайсыздар. Мінекей, осындай бізде кеспелер пайда болады. Олардың араларын ашып қоямыз. Және де біз тамағымыз дайын болуға 15 минут бұрын, кеспені салмастан бұрын картопымызды салып аламыз. 15 минуттан кейін барып суымыз осылай қайнап, оттың астын ашып, дайын болған кеспелерімізді саламыз. Кеспе өте тез уақытта піседі, 10 минут аралығында піседі. Сонымен біздің лапшамыз дайын. Дәмі өте керемет. Егер менің рецептім сіздерге пайдалы болса, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.